Ой. Естіген құлақ тыңдайтын құлақ болса. Бар ғой құлақ бар. 80-нің сергелдеңін көзім көріп, өзімді тоқтат алмай көңілім еріп, көп жасап көрер күнің осы болса, ертерек жақсау дедім кеткенде өліп. Сөйлейді балаң өзі болғандай боп, баласын келін жасап алғандай боп, қарт ана жаутаңдайды жас баладай, бейне бір өшкен елден қалғандай боп. Күн санап қысқарды ғой адымдарың, сөз айтат ауыр-ауыр залымдарың. Сонда да қарғамайсың, налымадың, оларда алар дейсің салымдарын. Адымдап бұрынғыдай жүре алмадың, еркінсіп немереңді сүйе алмадың. Жас қанып оққатынның қаңқуынан үстіңе тәуіріңді кие алмадың. Ананың мұң сезілет маңдайынан, белгілі мәземесі жағдайының, күш беру, қайрат беру қолдан келмей, тіледім иманыңды Құдайымнан. Келіндер ойланыңдар, ойланыңдар, өлмесең қартаясын ойға алыңдар. Істеген жақсы жаман қызметіңнің алдыңа келетінін ойға алыңдар. Қалмаған кемпір көштен ана болған, ақылды өздеріңдей дана болған, көтерген шаңырақты өз қолымен, кезінде өздеріңе пана болған. Бала деп жанды талай қинаған ғой, тірнекеп қу тірлікті жинаған ғой. Келтіріп дүниеге азамат қып сендерге бір-бір байды сыйлаған ғой. Қартайса ата-ананы аялаңдар, жылы сөз мейіріміңді аямаңдар. Кетеді күні бітсе асықтаңдар, өлмейтін жүзі жасаған қай адамдар. Анадай жаны жайсаң барма адам, қуанат шүкірлік қып жүрсең аман. Тілейді тілегіңді күні түні, соңында түсінбейді ау кейбір. Қартайса ата-анаң қонақ екен, өмірдің заңы солай болады екен. Мейірім жылы сөзбен дәмді тамақ күтеріп балдарынан солақ екен дейміз ғой.